Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Айгерім. Молочная девочканың рецептімен бөлісетін боламын. Дәл осындай формада шығатын. Ал ендеше видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Керекті құрамының бәрін осы видеоның описаниесіне жазып қоямын. Жасалу өте оңай, әрі құрамына да көп зат кетпейді. Тортқа керекті заттар осылар. Ең алдымен сгущенка мен жұмыртқаны жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек жақсы араласса болды. Ерген сармайды суыған кезде салып, бұны да миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Онымен қопсытқышты бірге араластырып жібердім. Онды осылай міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Кейіннен жай жылдамдықта айналдыра отырып, кейін қатты жылдамдықта айналдырамыз. Барлығы бірдей болып араласуы керек. Енді табаға құйып шығамыз. Формасын дөңгелек қылып жасасаңыздар да болады, дәл осы рецепт бойынша, бірақ корждары көптеу шығады. Мен қызып тұрған пеште, менің пешім кішкене жай қыситын болғандықтан 200 градустан асырып, қойып алып пісіріп аламын. Тез пісіп қалады. Енді кремін дайындаймыз. Креміне мен творожный сыр қоспадым, болмағандықтан сливки мен сахарный пудраны жақсылап араластырып алдым. Қою болғанша араластырамыз. Осылай көп араластырудың да қажеті жоқ. Дәл осындай корждардан 4 корж шықты, арасына сүтті жақтым. Енді кремін жағып, барлығын жинаймыз. Бетін сәндеуін өздеріңіз білесіздер, өз қалауларыңыз қалай сәндесеңіздер де. Мен бетіне шоколадты ерітіп салдым. Шоколадты ыстықтай құймау керек, әйтпесем кремі еріп кетуі мүмкін. Дәл осы рецепт бойынша сіз де жасап көріңіз, өте әдемі шығады, әрі қолжетімді заттардан жасалады, құрамына да көп зат кетпейді. Менің видеом ұнаса лайк басып өз пікіріңізді жасап кетіңіз, және түсінбеген жеріңізді осы видеоның комментарийіне жазыңыз, міндетті түрде жауап беремін. Және менің арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алуды ұмытпаңыз.